Сәлем достар, мен бүгін бірінші рет YouTube каналымды ашып және де бірінші видео салайын деп жатырмын. Яғни бүгінгі бірінші видеом арқа бұлшықетіне арналған жаттығулар болады. Және де сені бұл жалпаюға да көмектеседі. Мен 5 жаттығу көрсететін боламын. 2 жаттығу турникте болады, ал 3 жаттығу полда болады. Так, дайынсыңдар ма? Кеттік онда, тоқта. Бірінші каналға лайк қойып кетіп, осы видеоның астына лайк қойып және подписаться етіп кет. Дайын болсаң, кеттік. Жаттығымыз, яғни бірінші жаттығуға бізге андай 2 баклажка керек. Кез келген менікі 1-1 килолық, яғни 2-2 кило болып тұр. Сіздердікі қалаған болуы мүмкін 1,5-2. Ең бастысы осындай баклажканы аламыз да, немесе гантель болса, бірақ біздің жаттығулар үйде, яғни зал болмаса, үйде де качать етуге болады. Соған байланысты мен осы видеоны аштым. Кеттік ал. Так, бірінші, көрінсін, жақында тұрайын. Аяқты көтеріп тұрамыз. Аяқ бет жерде түспеу керек, бет жатпау керек. Аяқ көтеріліп тұрады, созылып. Аяқ көтеріліп тұрады, қолымызды алымызда баклажкамен үсті артқа тағаймыз. Яғни бұл жаттығуда арқа көтеріліп болғаннан кейін және аяқ көтеріліп болғаннан кейін мынау 2 баклажканы жерге бүйтіп тақамай көтеріп апарған кезде барлық салмақ арқаға түседі. Сөйтіп арқа бұлшықеттері жайлап даму береді. Кеттік. Енді қазір екінші жаттығуды көрсетем. Екінші жаттығуға бізге кез келген нәрсе болады. Кез келген нәрсе болғанда бұл ағаш болуы мүмкін, шалбар болуы мүмкін. Менікі мысалы бұл футболка. Яғни футболканы қолданамыз. Жаттығуды қалай жасаймыз? Бірінші, тура жаңағыдай тұрып аламыз, аяғымыз көтеріліп тұрады. Мынаны аламыз да, қолымыз бүйтпейміз, қолымыз көтеріліп тұрады. Мынаны тартамыз арқаға қарай. Үстіп 15 рет істеген кезде кәдімгідей арқаларыңызға ауырлық күш түскенін сезесіздер. Кеттік. Үстіп жасаймыз. Және де үшінші жаттығуымыз ол, яғни былайынан жатамыз, аяғымыз көтеріп қоямыз, себебі бұлай алып кетпеу үшін аяғымыз көтеріліп тұрады. 2 қолымыз былайына қоямыз да, арқамызды көтеруге тырысамыз. Бұда ең бастысы, баспен былай қарай бармаймыз. Мына шынтақтың көмегімен арқамызды көтереміз, арқамызды қолданамыз, басымызды еңбек кетпейміз. Пресс отжимания жасаған сияқты. Шынтағымызды сосын арқамызды қолданамыз. Кеттік. Төрт қазір көрінсін, түсіп болсын. Кеттік. Яғни үстіп жасаймыз. Әрқайсысына 4 подходтан болады. Яғни бірінші подходыңыз мына баклажкамен жаңағыдай мен айтқаннан бірінші 12 рет істейсіздер. Екеуіне бағанағы. Сосын мұнан да 12 рет. Жаңағына 15 рет істеуге тырысамыз. Сөйтіп арасындағы демалыс ол 2 минут демалыс, одан кейін қайттан келесіз. Үстіп 4 подход жасаймыз күніне. Сосын бір 20-25 күннен кейін кәдімгідей нәтижені көресіздер. Кеттік, бұл полға арналған 3 жаттығу болды.
Енді турниктегі екі жаттығуды көрсетемін. Кеттік. Қазір турниктегі екі жаттығуды көрсетемін. Яғни бірінші адамдардың турникке тартылып жатқан адамдардың ең көп жіберетін қателіктері ол былай. Турникке шығады да, бүйтіп тартылып кетті, бүйтіп лақтырып жібереді өздерін. Мойынды асыруға тырысады былай. Ол дұрыс емес. Себебі бүйтіп тартылған кезде мына жағыңызға күш бармайды, яғни орысша айтқанда нагрузка бармайды. Сол үшін бұлшықеттеріңіз, арқа бұлшықеттеріңіз дамымай қалады. Егер оны дамытқыларыңыз келсе былай. Мынау кеуде бұлшықетін мынау темірге қарай, турникке қарай тигізуге тырысамыз. Менікі жетпейді, бірақ сонда да. Кетті. Осы кезде кәдімгідей сезінесіздер. Яғни үсті тартады. Екінші жаттығуды қазір ар жақтағы турникте көрсетсем, себебі бұл турник болмайды. Кетті екінші жаттығу. Кетті, яғни соңғы жаттығу, ол 5-ші жаттығу мен. Осындай турник керек, кішкентай бүйтіп секіріп түсетін. Яғни бүйтіп артылмай емес секіріп түсетін. Бұл жерде біз секіреміз да, мұның кеуде бұлшықетін турникке тигіземіз. Тигізгеннен кейін 4 секунд жай түсеміз. Яғни бағанағыдай былай түспейміз, былай түсеміз. 1, 2, 3, 4. Кеттік, көрсетейін қалай жасалатынын. Егер болатын болса, төбеге қарай бұдан да биік секіре алатын болсаңыз секіре беріңіз. Соған байланысты сіздің арқаңызға күш түседі. Сол кезде сіздің арқаңыздың бұлшықеті дамиды. Кеттік, көрсетейін. Бірінші секіреміз да. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Яғни кеттік. Тренировкалар бітті. Енді бір ауыз сөз айтам. Соны тыңдаңыздар. Кеттік. Ал достар, бүгінгі видео соңына жетті. Егер видео ұнаса, осы видеоның астына лайк қойып, және де подписаться етіп кет. Менде көп подписчик болса, соған қарай мен видеоны көп әрі тез шығаруға тырысатын боламын. Сондықтан осы видеоның астына лайк қойып, және де подписаться етіп кет. Және де ең бастысы, осы видеоның астындағы комментарияға жазып кет. Қай жеріңді качать еткім келеді. Мен міндетті түрде түсіретін боламын, және тез арада түсіретін боламын. Және де жаңағы тренировкаларға келетін болсақ, 4 подход жасаймыз. Жаңағы қазір жаңағы баклажкамен де, жаңағы киіммен де, сосын былай жаңағы арқаға тұрғанмен де 4 подход жасаймыз. Әр қайсынан 12. Бірінші намен былай 12, намен 12, намен 12 жасаймыз. Сосын 2 минут дем аламыз. 2 минут дем алғаннан кейін қайттан келеміз да, қайттан жасаймыз, қайттан тағы да 4 подход жасаймыз. Ал турникке келетін болсақ, турникте 5 подход болады. Егер жаңағыдай тартыла алмайтын болсаңыз, бірінші 5 рет тартыласыз, 5 рет тартыласыз, 3 рет дем аласыз, 5 рет тартыласыз, 3 рет дем аласыз, сосын анаған келесіз. Яғни бүйтіп секіріп, жай түсетінге, 4 секунд түсетінге. Одан да 5 подход болады, себебі ол турникке тартылғаннан кішкене оңайырақ болады. Себебі сен тартылмайсың, секіресің да түсесің. Және де өстіп турниктен 5 подход, балардың бәрінен 12 рет жасаймыз. Яғни түсінікті қылып айтайын. Полдағы жаттығулардан деп айтайыншы.
Полдағы жаттығулардың бәрінен әр үшеуінен 12 рет жасайсыздар. Былай 12 рет, баклашкамен 12 рет, былайынан 12 рет. Және де 2 минут демаласыздар. 2 минут демалыстар да қайттан келесіздер. Істейсіздер қайттан. Сөйтіп 4 рет істейсіздер. Bir күнде 4 рет. Турникте де сондай болады. Яғни тартылдың 6 рет, анаған бардың, демалусыз секірдің, жай түстің. Сөйтіп, ода да сөйтіп 3 минут демаласың бірақ. Ода бірақ 5 подход болады. Егер видео ұнаса, лайк басып кет. Жаңағыда айтқанымдай, қандай видео көргің бет, біздің каналдан соны жазып кет. Қай жерін накачать еткің келеді, міндетті түрде жаз, мен міндетті түрде түсіретін боламын. Бүгінге осы. Көріскенше сау.